Шоу-бизнес әлемінде жылдам ақпарат. Барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Қызға 40 үйден тыйым, Қайрат Нұртастың қызының биі дауға айналды. Қызға 40 үйден тыйым, Қайрат Нұртастың қызының биі жұртты шулатты. Жұлдыз Әбдікәрімова менен Қайрат Нұртастың ортаншы қызы Алау Қайрат қызының желідегі тараған биі жұрттың назарын өзіне аударып, қызу талқыға түсті деп хабарлайды kznews.kz.sn.kz-ге сілтеме жасап. Желі қолданушылары видеоны әрқалай қабылдап, пікір екіге жарылды. Бірі мұны жасөспірімнің әдеттегі биі ғана деп бағаласа, енді бірі әлі ерте әрі ерсі екендігін айтып, ата-ана жауапкершілігін алға тартуда. Көпшіліктің талқысында ұлттық тәрбие, қыз баланың әдебі, танымал отбасының қоғам алдындағы жауапкершілігі секілді мәселелерде қатар көтерілді. Қызға 40 үйден тыйым деп бекер айтпаған. Қайрат Нұртас қайда? Қазақ қызына тәнті емес. Ата-ана жауапты. Бұл жай ғана жарнама ғой. Не болды соншама? Үлкен қызы салмақты, мына қыздары шошақай деп жазған көрермендер. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас үзгіде ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға ілесіп, сау саламатты болыңыз.